Достар, мен дәл қазір ақш еліндегі Харвард университетіндемін. Менің қасымда Мақпал ханым. Бұл кісі дәл осы университетте дәріс оқитын ұстаз. Мен үш ұйықтасам түсіме кірмепті, осы университетте қазақ тілін оқытады деген. Тіл ретінде оқиды, сабақ алады. Кімдер оқиды сонда оны? Жалпы американецтер. Қазақтарды, Қытайдағы қазақтарды, Қазақстан тарихын, Қазақстандағы ғимараттардың архитектурасын зерттейтін әртүрлі мамандықтағы студенттерге Қазақстанға барған кезде архивтарға кіру керек, музейлерге кіру керек, тарихи деректерді оқу керек, сол үшін олар қазақ тілін оқиды. Кейбір программалар бар, әсіресе жаздық уақытта 1 айға, 3 айға студенттер Қазақстанға барады, и сол жердегі тарихшылармен кездеседі, архитекторлармен кездеседі, сосын тарихи жерлерді қыдырады, музейлерді барып көреді, архивтарға кіреді. Мысалы, біреу математика оқып жүріп, мен қазақ тілін оқитын едім деп просто электив келіп ала алмайды да. Оның зерттеп жүрген тақырыбы, оқып жүрген мамандығы соған жақын болу керек та, Қазақстанмен бір байланысы болу керек. Екінші қызметім ол тілді, жаңа лингвист студенттермен жұмыс жасаймын дедім. Олар тілді дүние жүзіндегі өте сирек сөйлесетін тіл ретінде қазақ тілін зерттейтін студенттер бар. Олар әрқайсы әртүрлі лингвисттер. Біреусі жаңа фонетиканы тек қана фонетиканы зерттейтіндер, тек қана синтаксисті, морфологияны бөліп зерттейтін студенттер бар. Солармен жұмыс жасаймыз, ол жеке жұмыстар. Жолдасым қазіргі таңда өте көп проекттер бар. Солардың бірін айтып өтейін. Қазақстаннан, жалпы орталық Азиядан келетін студенттерге бағыт-бағдар көрсетеді, колледж counseling жасайды. Екінші жасайтын жұмысы осында, ол non-profit деп айтамыз ғой, social work, то есть қоғамдық қызмет, қоғамдық жұмыс деп айтамай қалай айтады қазақшасын. Осы Бостон және Бостон айналасындағы орталық Азияның жалпы түркі халықтарын біріктіретін фестивальдар ұйымдастырамыз, одан кейін барып әртүрлі конференциялар ұйымдастырамыз. Түсінікті. Мүмкін естіген шығарсыз, Түркикстан деген. Түркик деген түркі халықтары, стан деген 5 стан мемлекеті бар ғой, соны біріктіретін. Жалпы түркі халықтарын и орталық Азиядағы 5 стан мемлекеттерін біріктіретін сондай бір үлкен проект негізінде. Тамаша. Ал мына жақтағы өмір қалай? 10 жылда бұл жақтағы өмірден не түйдіңіздер, не алдыңыздар? Бұл жақта өмір өте басқаша деп айта аламын. Өйткені басқа штаттарға, басқа қалаларға қарағанда Бостонда адамдар оқыған, интеллигент адамдар өте көп. Қазіргі тұрып жатқан Кембридж қаласында 4 адамның біреуі PhD оқыған адамдар. Сондай несі оқыған адамдардың дәрежесі емес, не деп айтады, деңгейі өте көп. Процентаж көп та. Әсия түс. Сонда осы жақта 10 жыл балаңыз ба? Иә. Қанша балаңыз бар? 3 баламыз бар. 3 балаңыз. 2 ұл, үлкен. Мен енді тұрмысқа шығып отбасы құрғаннан бері осы жерде тұрамыз ғой, енді бөлек тұрамыз, осы жердің мәдениетін. Сосын бірінші балаға аяғым ауыр кезде педиатрмен сөйлесем, жаңағы консультантпен сөйлесем, сол кезде барлығын айтатыны қазір ден бастап кітап оқу дейді. Ең бірінші несі берген ақылдары кітап оқу деп. Одан кейін мен ойлап қоям, дұрыс қой, кітап оқу керек деймін да, бірақ өзімнің кітаптарымды оқимын да, сөйтсем ол айтады, сен өзің балаңа кітап оқып бер дейді. Мен айтам, ішімдегі балаға мен қалай кітап оқимын деп. Сосын бір күні оқыдым, оказывается, ішінде жатқан бала сезеді екен да оны. Уже оны мен де сезе бастадым да, бала да тыңдап жатқанын. Одан кейін кітап оқи келе, бала туылғаннан кейін да 1 апта өтті, 2 апта өтті, уже 40-ға шыққаннан кейін баланы кітапханаға апардық. Кітапханаға барсам, 2 күндік, 3 күндік бөпелерді былай алдына байлап алып, кітапханада жүрген ата-аналарды көріп, қуанып кеттім.
қандай күшті ата-аналар барлығы балаларын оқуға кішкентай әлі бала ананың құрсағында жатқан кезде уже үйрете бастайды да. Сосын бала соны көргеннен кейін оны ары қарай оқи береді, ол жаңа кітаптар көрген сайын оны ашып қарағысы келеді. Содан кейін баланың мектепке барғанға дейін, 5 жасқа дейін оқу керек 1000 кітап деген программалар бар. Бала 5 жасқа дейін 1000 кітап оқу керек деген. Оқу керек дегенде ол алфавит білмейді, әріптер танымайды. Бірақ ол жерде мақсат мынандай да, бала мектепке барған кезде кітаптың басы қайсы, аяғы қайсы, кітаптың қай бетінен қалай ашылады, оңнан солға қарай ашыла ма, солдан оңға қарай ашыла ма, или болмаса төңкеріп ашыла ма, соны білу керек та.